Жарнамадан оралдық, Қосылайық жобасы жалғасуда, біз тікелей эфирдеміз. Және дәл қазір кейбір қатысушылар тағатсыздана күткен сәт. Қосылайық жобасының жаңа қатысушысы, бос тұрған орындықтың иесі, сіз танитын жан, біз танитын жан, бәлкім сіз жақсы көретін жан, бәлкім жақтырмайтын жан, біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Шықсын. Бұл бізде мөлдір. Қамрақұл, қалайсыз? Барлығы жақсы ма сізде? Аха, біз осындамыз. Тіпті қол соға алмай қалдыңыз ғой мөлдірді көргенде. Я Жаны ханым. Кеше не деп едіңіз? Менімен атақ үшін жүрген бір қыз бар, дедіңіз бе? Дедім о. Соны естіген мөлдір бүгін жетіп келді. Шыдай алмай кеп қапты ғой енді. Қош келдіңіз. Қадамыңызға гүл бетсін. Сол, бақытты болсын. Бірінші амандасқан, қайырлы күн. Қош келдің мөлдір. Қайырлы күн қатысушылар. Жерден басқа адамдарды көрген бір басқашалау сезім екен. Қайырлы күн баршаңызға, қош көрдік. Қамрақұл, саған да бақыт тілеймін, бақытты бол. Бірақ енді өтірік айтпай жүруді саған советую болашақта. Мөлдір ханым, қандай өтірік? Кеше деген инстаграммен жарылып кетті ғой, что сен мені атақ үшін келді, сезімі шынайы болмады деп. Сездім ғой дедім. Сездің енді бірақ деген Мен атақ үшін келді демедім. Профайлымды мен қайта көріп шықтым. Сосын сен айттың, ол маған шынайы сезіммен келмеді. Шынайы сезім болмады дедin. Өзіңде шынайы сезім болғанда айтпашы, пожалуйста. Жоқ, енді мөлдір, сезім болмағанда мен саған сөз салмайтын едім, дұрыс па? Екіншіден, атақ үшін келді деп айтқан жоқпын. Атақ керек болған сияқты дедім. Сондықтан бізде бір-бірімізді түсініспеушіліктер көп болды. Кездесуге шақырған кезде бет қайтарып тастаған кездер көп болды. Сондан бізде түк шыққан жоқ, шыны керек. Бір жылылық сезінген жоқпын, содан кейін бізде тоқтағандай болды. Дұрыс па? Ол бір мағына ғой негізі. Атақ үшін келді, атақ үшін келмеді деген. Бірақ қараш, Хамо, сен 6 ай отырдың. Мен тек 1,5 ай ғана отырдым. Мен 4 ай отырдым. Жарайды, 4 ай. Айырмашылығы жоқ қой, жарайды. Енді тыңдап өтші, мен айтып өтейін. Осыған дейін бір өзі киноларды айтып жүреді. Индийский кино өзінде бір жүрісі кино ғой негізі өміріде. Жасағанысы барлығы кино. Және де мені атақ іздеп келді деп айтатындай, сен оны сезетіндей уақытың болған жоқ. Біз бір аптадан артық жүргенде жоқпыз. Сен өзің маған тоқтатайық деп, өзіңе атақ керек болғандай, инстаграмға барлығын жар салып, өзің халықтың жалғасына давить еттің ғой. Мен екеуміз арақатынасымыз бар кезде инстаграмға бірде-бір нәрсе салған емеспін. Содан білуге болады, что маған атақ деген нәрсе керек емес. Мен сенден бір шынайы адам көрген шығармын, бірақ қателесіппін. Шыны керек. Енді мына жерде сен кәдімгідей бір аспаннан түскен сияқты мөлдір. Мен сен бірінші көріп отырмын, мынандай қыз екенін білгенде сразу үйленіп кететін едім ғой. Бірақ сен қазір ауыр айтып отқаның, саған атақ керек болды, 6 ай, мен бәрін қосып жатсың, мақұл. Бірақ мөлдір, сенен мен бір нәрсе сезген жоқпын, шыны керек. Мына жерде не үшін маған я дегенде түсінбей қалдым ғой соңында. Жарайды, Қамрақұл, мөлдір. Кімнің, не үшін, кім үшін бұл жерге келгенін уақыт көрсетеді, маусым көрсетеді, ал дәл қазір экран мөлдір жайлы видеоны көрсетеді. Есімім Мөлдір, жасым 18-де Байқоңыр қаласынанмын. Бұрын тұрмыста болмағанмын. Қамрақұлмен жұптық арақатынасы тоқтады. Қазіргі таңда араласпаймыз, бірақ сәлеміміз өкінбеймін, шүкір деп. Маған сөзінің салмағы жоқ, шошақай жігіттермен. Қамыға десең ол закомплексованный. Өткен маусымда уақыт аз болды, ал осы маусымда мен өз бақытымды кездестіремін деп сенемін. Мамандығым есепші, бірақ қазіргі таңда жеке сот орындаушыда жұмыс жасаймын. Егер де қатысушылары маған біреу тиіссе, мен өзім ісім мен сөзіме жауап беремін. Қылымды деймін. Бос уақытымда кітап оқығанды және қыздардың бет әрлігімді ұнатамын. Маған келетін жігіттің жасы 22-ден 27-ге дейін, бойы ұзын, үйленбеген, ұлты қазақ.
Лина, орысша айта салыңыз, президент сөздер. Және де жұлдыз жорамалы егіздер болса тіпті жақсы. Мен сияқты ақылды, нәзік, жобаның ең сұлу қызына үміткер болғыңыз келсе, мен сізді қосылар жобасында күтемін. Аружандар 19-да болса, біздің Мөлдір 18-де. Ең кішісі, ең еркесі Мөлдір болатын сияқты. Ал Мөлдір қайтып келді. Негізі жобаның жоспары бойынша Ақтөре мен Альбинаны, Хамрақұл мен Мөлдірді қайта осы маусымға алып, арақатынастарын бақылап, тойға дейін жетелеу мақсатымыз еді, жоспарымызда болды. Бірақ екі жұпта маусым аяқталған соң бірдей әп-сәтте жоқ болды. Одан кейін жеке-жеке қайтып оралды. Ал Мөлдір, енді сөз өзіңізде. Жеке-жеке енді осылай оралып жатырмыз. Алдағы уақытта, менде алдыңғы сезонда, маусымда деп айтайықшы, менде аз ғана уақыт болды, бір айдан аса ғана отырдым. Ол уақыт жеткіліксіз деп ойлаймын. Бұл жақтан өз жарыңды табуға, өз бақытыңды табуға. Сондықтан қайта келген осындай жайым бар. Осы жақтан өз бақытымды тауып кетемін деп Алла бұйыртса, осы жақтан ұзатылып кетуді нәсіп етсін. Ал бірақ жаңа Хамон айтқан әлі кетпей тұр ғой, атақ керек болды деп. Бір атақ беретіндей адам емессің ғой, Хамо. Үйтіп айтудың қажеті жоқ. Мөлдір, 18-де осының тілің бойынан ұзын екен, бірақ мен саған айтайын, өзгердің ғой. Оқырман саның қанша көбейді, екі есе көбейді, дұрыс па? Қалай көбейді, сен баяғы Мөлдір емессің, басқа Мөлдірсің. Кішкентай көзің үлкен болып кетті, адам менсінбей кеттің, ана аспанда көкірегің шамалы жерге түсір. Қарапайым болсеш, қарапайымдылық адамды өзін көрікті қылып көрсетеді. Мен қалай бармын, сыртта да, іште де сондаймын. Мүмкін мен ана ойнап, күліп, етіп, общаться етіп жүргенім барлығы сіздерге жаман көрінетін шығар. Бірақ маған өзіме ұнайды. Я веселый человек, и все. Мені қалай бар, солай қабылдаймын деп, мына жерде кәдімгідей я деп мен жұбым болуға келістің. Бірақ мен сезінген жоқ, мен қызым бар екені, шыны керек. Мен как будто Мөлдір. Ана жүрмін да, әлі қолым жетпей жатқан қыз сияқты, бұл кірісіп, бүйтейік, сөйтейік деп. Менсінбей жүрдің ғой, шын. Қазір мен көп нәрсе айтқым келіп тұрған жоқ. Сондықтан 3-ші маусымға бақытыңыз деп келіп отыр екенсің. Жаңағыдай тағы бір нәрсе естідім, оны қазір айтқым келіп тұрған жоқ, жыным келіп кетеді. Мен ең жек көретін, ең ұнамайтын сөздің бірі, мен мүмкін солмал деп ойлап отырмын. Жаңағыдай жаңа ханым ұлт жайлы бірдеңе айтып кетті ғой. Мүмкін біздің арақатынасымызға мүмкін сол кедергі болған шығар. Бірақ егер де сол ұлтым мешайт еткен болса, сол кезде айтуым керек еді. Кейін бүйтіп айтудың қажеті жоқ. Тек қана осындай адам деп айтыпсың ғой. Дұрыс, өзіңді сүйетін, сол барынша қабылдайтын жігіткесін бақытты болды. Маған тілің ұзын деп өзің қанша уақыт әңгіме айтып кеттің. Жоқ, енді былай ғой, басынан айтатын болсақ, сен мені бір танығандай айтпашы. Осы жерде камераның алдында Хамрақұлдан асқан бір жақсы көретін адам жоқ болып көрінгенмен, камера кеткеннен кейін Хамрақұл таба алмай да қаласың ғой. Сол нәрсе болды ғой. Ал егер ұлт жайына келетін болсақ, мен баяғыдай көзқарас. Мен ұлтқа ешкімді бөлмеймін. Мен ұлтқа ешқашан бөлінген емеспін, бөлмеймін да. Тек осы демалыс аралығында анаммен тілдесе келе, анам менің жанымда тек қазақ күйеу бала көргісі келетінін айтты. Сондықтан ол нәрсеге тірелмей-ақ қой келіп. Демек, болашақта енді Хамрақұл Мөлдір жұбы пайда болмайды. Хамо, Мөлдір. Осыны шешіп алайық. Мүлдем жанаққан, ол вообще категорически все уже болды. Сол сөзіммен мына жерде тұтамасты болсын, басқасы болсын барлығы көмілді. Рахмет. Мен енді түсініп жатқан сияқтымын, чок чимы кім екен. Болды, рахмет, мадуршы. Қазір бір нәрсе айтып өтейінші, жаңа мен шықпай тұрып, бір нәрсе естіп қалдым, бір қыздың профайлын естіп қалдым, Айжан ба, білмедім атын, естімей қалдым, есімде жоқ, бірақ маған қатысты бірдеңе айтқан сияқты болды. Моля дегенді естін, сол маған қатысты нәрсе ма? Ол түркістандық? Жоқ, Диана ханым, ол менің профайлымнан көрдің. Мен түркістандық деп қателестім, себебі нақты білмедім сен қай жақтікі екенін, но примерно білетім, то что Моля түркістандық бар еді. Сол себепті мен сені меңзедім, сендердің отношенияларына. Мен сенген жоқпын, екеуінде қазір мұнда отсыңдар, и бір жағынан былай қарап тұрсан, жай ғана хайп үшін келген сияқтысың. Жоқ, бұл жерде отношенияны қозғамай қой, сен лично мен айттың ғой. Я лучше, чем Моля дедім. Негізі есімің кім? Айжан? Аружан, жарайды. Ол жерде негізі білесің ба, көралмашылық дегенді қою керек. Көралмашылық деген жаман қасиет. Мен сені көре алмайды емес, мен намного сені әдемімін да. И өзіме толық сенімді қызбын, так что
көре алмаушылық дейтіндей артық қатты кетпей ақ қой деп айтамын. Негізі мен сенің көре алмайтын ештеңкен жоқ, хамодан айырылдың, атаққа жеттің ба, жетпедің ба, сол атақ қуалап қайтып мына жаққа келіп тұрсың. Соныңды көре алмаймын ба, нені көре алмаймын, айтшы маған. Мен мынандайым бар, мынандайға жеттім, соны көре алмай тұрсың деп айта алатын нәрсен бар ма? Или хамаумен бір керемет жұп болып кеттің ба? Жоқ, сен қайта айналып келіп отношенияға тиісіп жатсың да. Сен менің өзіме әңгіме айтсайшы. Мен тыңдап ал, мен саған тыңдадым ғой, мен сен бөлген жоқпын, сен тыңда. Сен айтып жатсың, мен өзім жақсы көремін, мен сені әдемімін деп. Ол жерде білесің ба, егер сен өзіңді әдемі санасаң, егер сен уверена болсаң өзіңде, сен мені вообще қатыстырмайтын едің. Мен я лучше, чем Моля деп айтпайтын едім. Потому что у тебя есть комплекс, что вот осындай қатысушы болды, мен осы қыздан асып өту керекпін деген сенде комплекс. Думай, как хочешь. Өзің білесің, не ойласаң да. Кеше жігіттердің мен ханзадамын деген сөзінен дау шығып еді, бүгін ең әдемі бестен 30-ға дейін, е? 22-тен 27-ге. 22-тен 27-ге дейін. Мені шын ұнатып келетін, және де тек менімен ғана сөйлесетін қыз жөнінде, және менің сыртымнан ешкіммен сөйлеспейтін, маған менің көзіме шөп салмайтын. Біреуді меңзегендей болды, бірақ енді ол нәрсе жабулы қазан болып қала берсін. Енді Диана ханым, тәжірибе ғой, тәжірибеден өте, енді талабымыз да өстіп өзгереді ғой. Қош келдің дейміз. Қатысушылармен енді жігіттерден гөрі қыз баласы ретінде тезірек тіл табысып кетесің деп сенгім келеді. Өйткені жігіттеріміздің тіл табысы өте қиын болып жатыр, Аружан. Я негізі кеше мен де сол құрбымды былай экраннан көріп қалып, кішкене бит таңғалған болатын. Негізі Аружан екеуміз өмірде құрбымыз, осы уақытқа дейін сырласып келген, бірақ екеуміз де білмеппіз қатысушы екенімізді. Мен оның кеше ғана білдім. Кеше маған ренжіп, сен неге маған айтпадың деп, енді бүгін осы жерге келіп отыр. Сіздер жақын араласасыздар ма? Жақсы араласамыз. Құрбымыз дейсіздер ғой. Қызық. Ал сәттілік? Рахмет көп-көп, Аллаға барлық жақсы болсын, бұйырса мақсатына осы жерде жетерсің деген ойда. Барлық жақсы болсын. Ал қарсы алыңыздар, Мөлдір. Тағы да бір бос орындық бар. Ол жаңа қатысушынікі, және де Ақтөренің орны бос тұр екен. Сырласу бөлмесінде біраз уақыт бойы әңгімелесті, сырласты, қандай шешімге келді екен. Өздерінен сұрайық, Ақтөре, Юлдыз, келіңіздер, біз сіздерді күтудеміз. Диана ханым, біз сырластық, кішкене қысылып тұр, қыз негізі оңай емес қой, бірінші рет эфирге шыққан. Сол үшін бізде таныстық жалғасады. Жалғасады. Керемет. Қайда барасыздар кешке? Жарнамада жігіттерге айтып жатқан едіңіз, қай жаққа апарсам болады деп. Диана ханым, бір жақсылап бір отырып сөйлесетін жерге барамыз. Жарайды, ертең жаңалық жақсы хабар күтеміз. Сізге көп-көп рахмет. Сізді шығарып салайық. Енді қараңыздар, Аягөз бен Аружанның ортасында бір орындық тұр. Сол жан келсе, түгел толық боламыз. Енді кім деп ойлайсыздар? Ол Нұрсұлтан дейді. Санжар дейді. Зухра дейді. Абзал дейді. Ол ма, қыз ба, ағлам ба? Бірге көрейік, шықсын.
ханшайымы. Енді Ханзада сіз қалай бастаймыз дедік те, Асхат мырзаны шақырдық қой. Қалайша Зухра ханымды шақырмайтын едік. Қош келдіңіз, Зухра ханым. Қайырлы күн баршаңызға. Құлпырып жайнап тұрсыз, замансыз ба, қал жағдайыңыз қалай? Стоп. Оу. Иә, бір қош келдің. Айта кетерім бар еді, негізі сен осы жерде бір или мен шығып кете берейін бе? Қайырлы күн, Асхат. Иә, ондай сөздер айтылды. Ол кезде сезім болды. Енді қазір сезім жоқ. Кешеде Диана ханым эфирді көріп жатырмын. Егер Зухра үміткер болып келсе, шымылдықты ашпаймын деген сияқты. Енді Асхат, сені мұңайтуға тура келеді. Мен үміткер емес, қатысушы болып келдім. Және жүрегімде саған деген орын жоқ. Сондықтан мен де осы жерде отырып өз бақытымды табуға лайықпын деп ойлаймын. Онда бастан келісіп алайық, е? Келісіп алайық бастан. Жұп болайық демесеміз. Қос лайк жобасы алғашқы эфир.